Қыздар, біз қазір фаршированный сазан жасаймыз. Көкөністермен фаршировать етілген сазан. Тағы да бұл сазанның артық қанаттарын бәрін кесіп алып тастаймыз. Мінекей. Бұлар қажет емес, себебі піскенде қаяз қалады. Төбесіндегілерін алып тастаймыз. Арнайы балық кесетін. Мына менің арнайы живой қайшым. Ендігіде құйрығында кесіп алып тастаймыз. Ал енді қыздар, біз қазір мына балықты ортасынан, омыртқасынан кесіп аламыз. Бұның үшін біз қазір фаршировать етеміз. Енді мұқият қараңыздар. Мінекей. Мына балықты до конца мына жерге шейін алып келмейміз, себебі бізде ортасы піскен уақытта бұл тағы да жайылып, жаңағы сынып кетеді. Сол себептен мына жерден бастаймыз. Примерно пышақтың ұшымен жұмыс жасайсыздар. Мінекей, көзіңіз көргенде. Пышақтың басы өткір болғаны дұрыс. Осылай көрініп тұр ғой, сіздерге осылай кесіп аламыз. Біз осылай бөліп алдық. Мына бетінде тура солай кесеміз. Омыртқаны, қабырғасын бәрін түгел аламыз. Мынау сүйекке сәл ет кетіп қалса, ештен кетпейді. Бұл енді бірінші істеген әуелден сәл қиындау болады, бірақ уақыт келе бұғанда үйреніп кетесіздер. Ендігі ары қарай уже қолмен жұмыс жасаймыз. Біз уже міне өзіміз қалташа жасап алдық. Мына құйрық жақта омыртқан примерно бұлай майыстырып сындырып аламыз. Көріңіздер, ендігіде қайшымен тағы да жұмыс жасаймыз. Бұл сазанда бізде өт бар. Әсіресе барлық балықтан сазанның өті өте ашылау керек. Сол себептен өт жаққа келгенде қыздар біз абай боламыз. Ендігіде қараңыздар, мына жерде омыртқа болады. Омыртқа, примерно омыртқаның үстінен, түбінен келеміз да, міне. Бұлай өт жақты абайлаймыз. Көріңіздер, міне. Омыртқадан бөліп алдық. Бұны да үсті жағынан қайшымен кесеміз. Көріңіздер ме, қалай алынды. Ендігіден ішінде қалды, ешқандай сүйек, ешқандай омыртқа қалған жоқ. Міне, мына жерде бізде өт бар. Қол екі саусақпен ақырын аламыз да, міне. Мына жерді түбінен қырқып аламыз. Мінекей, көрдіңіз бе? Балығымыздың іші бір пәсті қандай таза болды. Енді бұл балықты мұқият тазалап жуып аламыз. Мінекей, бәрі мұқият жуып, ішінің бәрін тап-таза қылып алдық. Енді біз бұның ішіндегі көкөністерден жаңағы ішіне қоспасын дайындаймыз енді. Мінекей, мына жерін сәл тағы да алыстау кесіп алдық. Оны ештен кетпейді, біраз енді шпажкамен осылай салып қойсақ та болады. Неғұрлым ұзарып кесіп кеткен сайын біздің балығымыз піскенде бұлар жыртылып кетеді. Сол себептен бұны осылай қысқарақ қылып кескен дұрыс, қалташа жасаған дұрыс. Қыздар, біз балықтың ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Мынау цветная капуста. Цветная капустаны қайнап тұрған суға пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суымызға бір чайный ложка тұзымызды саламыз. Цветная капустаны көп қайнатпайсыздар, себебі ол езіліп кетеді. Езіліп кеткеннен кейін оның өзінің жаңағы тамақтың түр-түсін, балықтың ішіндегі начинкасын бәрі езіліп, жегенге де бір ыңғайсыз жағдай тудырады. Біздің брокколиіміз. Енді перецімізді, кабачкемізді біз қуырып аламыз. Перцтерін міндетті түрде ішіндегі осындай аппақтарын тазалап алып тастайсыздар. Салатқа да болсын, қуыруға да болса да ішіндегі аппақтарын тазалап алып тастаймыз. Енді де біз осындай ұшпыш тәріздес жасаймыз. Бұны сәл майымызға қуырып аламыз. Қатты дәу
ауызға жегенде бір ыңғайсыздау тудыртады. Ол да енді осы қазір цветная капустамызды қайнатып аламыз бір 2-ақ минуттай. Ол да даже көп болады. Брокколимізді қайнатып аламыз. Перецімізді, кабачкиімізді қуырып аламыз. Кабачкиді кубиктап жіберсек те болады. Брокколимізді де салдық. Бұны да бір 2 минутқа пісіріп аламыз. Енді біз қазір қуырғанға помидорымыз, бір помидорымыз бар, бір пиязымыз бар, жарты кабачки, сары перец, қызыл перціміз бар. Бұлардың бәрін біз қазір майға қуырып аламыз. Одан кейін мынандай менде замороженный горошек бар. Осы замороженный горошектен аламыз. Қыздар, біз майымыздан ысыттық. Ендігіде мені брокколи мен цветная капустамызды қайнатып пісіріп алдық. Оны барлығын бірге саламыз. Помидорды ғана ең соңынан салып жібереміз. Осыны 4 минутқа ғана пісіріп аламыз. Қатты пісірудің қажеті жоқ. Себебі бізде балықтың ішінде бұлар да қамалып піседі. Бізде міне кабачкиіміз, пиязымыз қуырылды. Помидорды көп қуырудың да қажет емес, себебі бізде кислый дәм береді. Бұл помидор егер қуырып кеткен жағдайда. Міне замороженный горошек, брокколи, цветная капуста. Осылардың бәрін үстінен салдық. Ендігіде тұзымыздан, 1 чайный ложка тұзымыздан саламыз. Қара бұрышымыздан саламыз. Содан кейін бар, бұл дәмі бір вкус, әдемі дәм беру үшін бізде для рыб специи бар. Содан кішкене бір чайный ложкадай себеміз. Біздікі майлы. Көріңіздер ғой. Ендігіде осылай жақсылап араластырып аламыз. Тұзы бар, қара бұрышы бар, барлығын. Жаңа тағы да айта кетейін дегенім, мен ұмытып кетіппін. Біз балықтың бәрін тазалап болған, ішіне кішкене тұз себемізді қойып қоямыз, пока біз қуырып, көкөністің бәрін қуырып дайындап болғанша, біздің балығымыздың ішіндегі тұзы да сіңімді болады. Мінекей, көріңіздер ғой. Ендігіде міне начинкамыздың бәрін дайындап алдық. Бісміллә деп ішіне осылай саламыз. Барлығын толтырып. Мына сәл көтеріп жіберсеңіздер, өзі салмады. Кабачкиіміз бар, перціміз бар, горошек бар. Көріңіздер қыздар, қандай әдемі формада болды. Бұл нағыз ПП-да отырған қыз-келіншектерге таптырмас балық тағамы. Ендігіде бізде қараңыздар, бұл жерде тағы да бір минус айта кетейін қыздар. Егер осылай қоятын болсақ, біздің балығымыз біраздан жыртылады да, былай піскенде формасын жоғалтады. Сол себептен не істейміз? Екі шетті, 2 рет шпажкамен қадап қоямыз, чтобы бізде страховкада тұру үшін. Мінекей. Көріңіздер? Мінекей, бізде страховкада тұру үшін шпажкамен осылай қадап қоямыз. Шпажкеңізді қысқартып қойсаңыз да болады. Біз енді примерно деп көрсетіп жатырмын қазір. Ұзын шпажкені қадап тастамаңыздар. Сонда біздің балығымыз өзінің формасын жоғалтпайды. Осылай пісіп, әдемі болады. Енді 180 градуста бұны 25 минутқа пісіріп аламыз. 25-30 минутта. Қыздар примерно қарайсыздар. Егер балықтың көзі ағарған жағдайда, мына етті ұстайсыздар, ет сыртына уже кәдімгі піскен жағдайда, уже балығымыз дайын болды деген сөз. Көріңіздер, бұның ішіндегі начинкасының бәрі почти уже пісіп тұр. Енді мін духовкаға 180 градусқа саламыз. Қыздар, мінекей біздің сазан пісті. Мен просто теркадан моцарелла сырды алдым да, осыны теркадан өткізіп қойдым. Енді моцарелла сыр болмаса да бұған кома сыр, болмаса брынза өткізсеңіздер болады, потому что брынза соленый ғой. Көріңіздер ме, мен шпажкеді қадағандықтан өзінің формасын жоғалтқан жоқ. Енді мен бағана дұрыс емес өтедім, фольганың орнына негізі пергамент төсейміз. Бізде бұл суыды, даже болса суығаннан кейін алған дұрыс. Суығаннан кейін совсем суыған жоқ, но жылы.
Неке қыздар біз сәндедік, осылай қойдым. Ендігіде ана листьямызды бұны әдемірек қойсақ та болады. Мынаны қай жерге қойсақ, мына жерге былай кіргізіп жіберейік. Мінекей, көрдіңіздер ғой, фаршированный овощной сазан қандай әдемі болды.